Сәлем достар, бүгін сіздерге бауыр тортын жасалу жолын көрсетем. Ет тартқыштан өткізілген бауырымызға сүтімізді, 2 жұмыртқаны, тұз бен бұрышты, 2 ас қасық өсімдік майын қосып жақсылап араластырамыз. Ұн салып алдымен венчик пен кейін блендер көмегімен біркелкі етіп араластырамыз. Қамырымыз дайын. Қыздырылған табамызды майлап, орташа отта бауыр қимақтарын екі жағынан пісіріп аламыз. Қимақтар оңай аударылады. Әр қимақ алдында мен кішкене майлап отырамын, себебі екінші жағы құрғақ болмау үшін. Салмасына сәбіз бен пиязды қуырып аламыз. Сарымсағымызға майонезді қосып дайындап қоямыз. Ал енді тортымызды жинастырайық. Алдымен сарымсақ қосылған майонезімізді жағып, оның үстіне қуырылған сәбіз бен пиязымызды жағып, осылай қайталап шығамыз. Менде 16-18 бауыр қимақтары дайын болғандықтан, мен 2-ге бөлдім. 8-8-ден 2 тарелка болып шықты. Әсемдік үшін 2 жұмыртқаның сарысы мен ағын қолдандым. Шет жақтарын укроппен әсемдедім. Дастарханымыздың сәнін келтіретін бауыр торттары дайын, астарыңыз дәмді болсын.